Сауым, яғни ораза сөзінің анықтамасы қандай? Сауым араб тілінде барлық нәрседен тыйылу деген мағынаны білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы таң атқаннан күн батқанға дейін ораза ниетімен ішіп-жеуден және төсек қатынасынан тыйылу. Рамазан оразасы қашан парыз болды? Рамазан пайғамбарымыздың Меккеден Мадинаға хижрет еткеннен кейін хижраның 2-ші жылы Шағбан айының 1-ші дүйсенбісінде парыз болды. Бұл милади жыл санағымен 623 жылдың 7-ші ақпанына сәйкес келеді. Осы сәттен бастап мұсылмандар Рамазан айында парыз оразаны ұстай бастады. Алла елшісі өмірінде неше жыл ораза ұстаған? Пайғамбарымыз өмірінде 9 рет ораза ұстаған. Ислам дініндегі оразаның үкімі қандай? Рамазан айында ораза ұстау әрбір балиғат жасына толған ақыл-есі дұрыс мұсылман ер мен әйелге парыз. Құранда «Уа, иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей, ораза сендерге де парыз болды, бәлкім сақтанарсыңдар» деген. Бақара сүресінің 183-ші аяты. Рамазан айынан басқа уақытта тұтылған ораза ерікті болып есептеледі. Оразаның қандай түрлері бар? Оразаның бірнеше түрі бар. Олар парыз, уәжіп, сүннет, мәндуб және махруф оразалары. Ораза қай уақыттан қай уақытқа дейін ұсталады? Таң намазының уақыты кіргеннен бастап күн батқанға дейін. Сақтық үшін таң намазына 10 минут қалғанға дейін сәресін ішіп ауыз бекіткені абзал. Ақшам намазының уақыты кіргенде ауыз ашады. Рамазан айындағы оразаға ниет етудің үкімі және ниет етудің уақыты бар ма? Оразаға ниет ету парыз. Құранда олар ғибадатты, нағыз Аллаға шынайы ықыласпен бір беткей түрде орындаулары, намаз оқулары және зекет берулері үшін әмір етілген, делінген. Рамазан оразасына ниет ету ақшам намазынан басталып, ораза ұстайтын күннің сәске, яғни таң уақыты кіргенге дейін жалғасады. Ал сәресі уақытында ниет етпей ұйықтап қалған жағдайда таңертең еш нәрсе ішіп жемеген болса, бесін намазына дейін ниет етуіне болады. Десе де ең дұрысы түнде сәресі уақытында ниет ету. Рамазан оразасының әр күніне бөлек ниет ету шарт па, әлде айдың басында ниет ету жеткілікті бола ма? Оразаның әрбір күні өз алдына бөлек ибадат. Сондықтан әр күнге жеке ниет ету шарт. Ауыз бекітер алдында не айту қажет? Ниетті тілмен айту мұстахаб. Оразаға былай ниет етіледі. Нуайту ән асума саума шахри рамадана минал фажри илал мағриби халисан лилахи таала. Мағынасы Алланың разылығы үшін Рамазан айының оразасын таңнан кешке дейін ұстауға ниет еттім. Ауызашар алдында қандай дұға оқылады? Ауызашар батасы оқылады. Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва алейка тавакалту ва алла ризқиха афтарту фахтир ли ма қадамту ва ма ахарту. Мағынасы: Аллахым, сен үшін ораза тұттым, саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім, және де сен нәсіп еткен ризықпен аузымды аштым. Менің өткен және болашақ күнәларымды кешір. Ораза кезінде немен айналысқан жақсы? Ораза дегені тек ішіп-жеуден ғана тыйылу емес. Ораза ұстаушы барлық ағзаларына да ораза ұстатуы тиіс. Яғни тілімен өсек айтпау, қолымен біреуге зиян жеткізбеу, көзімен бөгде әйелге сұқтанып қарамау, тағы да басқа. Сондай-ақ құлшылыққа ден қойып, садақа беру, адамдарға жақсылық жасау, Құран оқу қажет. Сәресіне ұйықтап қалып, күні бойы еш нәрсе ішіп жемесе, ораза ұстаған болып санала ма? Сәресі ұйықтап қалған адам ұйқысынан тұрғанда ниет етіп оразасын жалғастырады. Ең бастысы таңертең еш нәрсе ішіп жемеуі және түске дейін ниет етіп үлгеруі тиіс. Әсілі сәресіне тұруға әрекет еткен жөн, себебі сәресінің сауабы мол. Хадисте сәресіде береке бар, оны тастамаңдар, тіпті бір жұтым су болса да ішіңдер. Себебі Алла тағала мен періштелер сәресі ішкен адамға салауат айтады деген. Жалпы сәресіне тұрмай ораза ұстауға бола ма? Иә, сәресіне тұрмай-ақ ораза тұтуға болады. Алайда бір жұтым су ішсеңдер де оны үзбеңдер. Өйткені Алла тағала мен періштелер сәресіге тұрғандарға жақсылық тілейді деген пайғамбарымыздың өсиеті бар. Сонымен қатар сәресіне тұрып ас ішу немесе ең болмаса су ішу не құрма жеу күні бойғы тіршілікте адамға қуат береді. Нәтижеде ораза ұстауда түрлі қиындықтардың алдын алуға септігін тигізеді.
Сәресі уақыты өтіп кетсе де білместікпен ішіп жеп қойса не болады? Бұндай жағдайда оразасын әрі қарай жалғастырады. Алайда кейінгі сол күнгі оразаның қазасын өтеуі тиіс. Таң намазынан соң күн шыққанға дейін ішіп жеуге бола ма? Таң намазы кірген соң ішіп жеуге болмайды. Құранда таңнан қара жіптен ақ жіп айырылғанға дейін ішіңдер, жеңдер де сонан соң оразаны кешке дейін толық орындаңдар делінген. Бақара сүресінің 187 аяты. Ораза ұстаушы ұмытып, ішіп жеп қойса оразасы бұзылады ма? Тамақ яки суды ұмытып ішіп қою оразаны бұзбайды. Себебі ұмытып ішіп жеу оразаны бұзатын амалдардан емес. Ондай адам оразасын жалғастырады. Пайғамбарымыз аузы берік адам ұмытып ішіп жесе, оразасын бұзбай толықтырсын. Өйткені оған жегізген, ішкізген де Алла деген. Алайда ораза екендігі есіне түскен сәтте бірден ішіп жеуін дереу тоқтатуы шарт. Рамазан айында ораза екендігін біле тұра ішіп жесе не болады? Бұндай жағдайда кафаратты қажет етеді. Яғни жаза ретінде 60 күн арасын үзбей ораза ұстау міндет болады. Егер ораза ұстауға денсаулығы жарамсыз болса, 60 кедейдің қарнын тойдыру арқылы жазасын өтейді. Жалпы біле тұра оразаны бұзу үлкен күнә. Себебі бұл парыз амал. Ал біле тұра басталған парызды бұзу Аллаға қарсы шығумен тең. Сондықтан бұндай күнәдан барынша сақтану керек. Ауызашар уақыты кірді деп ойлап ішіп жеп қойса, бірақ әлі күн батпаған болса, оразасы дұрыс бола ма? Өкінішке орай ауызашар уақыты кірмей ішіп жеп оразаны бұзады. Сондықтан сол күнге қазасын өтейді. Себебі оразаның уақыты таң сәріден күн батқанға дейін. Ауыз ашуға, асығуға бола ма? Хадисте менің ең жақсы көретін құлдарым ауыз ашуға асыққандары деген. Сондықтан ауыз ашуға асығу дініміздегі мұстахаб амалға жатады. Сонымен қатар ауыз ашу уақыты кіргенде жолда көлікте болса, бір жұтым сумен, не бір түйір құрмамен болса да кешіктірмей ашқаны абзал. Ауызды немен ашқаны дұрыс? Хадисте кімде құрма болса сонымен ауыз ашсын, ал кімде ол жоқ болса сумен ашсын. Расында су тазартушы деген. Ораза ұстаушының ұмытып, тамақ жеп тұрғанын көрген адам не істейді? Егер ораза ұстаған адам жас, не бойында оразасын жалғастыра алатындай әл-ауқатты кісі болса, оған ескерту міндет болады. Ал әл-ауқаты жоқ, яки жас үлкен қарт адам болса, үндемеген абзал. Себебі хадисте өйткені оған жегізген де, ішкізген де Алла делінген. Өткен жылдан қалған қаза оразасы бар адам биылғы Рамазан айына кіріп қалғанда не істеу керек? Негізі қаза болған оразаны кешіктірмей өтеу қажет. Себебі Рамазан айында ораза ұстау парыз болса, оның қазасы да парыз. Сондықтан парыз болған оразаның қазасын тезірек, арасын үзбей, немесе бөліп-бөліп өтеуіне рұқсат. Алайда биылғы Рамазан айына дейін өтелмеген болса, әуелі уақыты келіп тұрған Рамазан оразасын ұстайды. Кейін Рамазан айы біткен соң қазасын өтейді. Намаз оқымайтын адам ораза ұстай алады ма? Әрине болады. Ораза исламның 5 парызының бірі. Намаз бен ораза екеуі екі түрлі ғибадат. Сол себепті ниет етіп ораза ұстаған дұрыс. Денсаулыққа тигізетін пайдасын ойлап, бір ай ауыз бекітсем организмім тазарып жақсы болады деген оймен ауыз бекітуге бола ма? Бұндай ниетпен ауыз бекітіп ораза ұстаған адамның оразасы дұрыс емес. Ауыз бекітудегі басты мақсат Алланың разылығы болуы керек. Ондай адамдар сауаптан қорғалады. Ауыз бекіту адам организміне белгілі бір деңгейде пайдасын тигізетіні сөзсіз. Алайда арықтау, денсаулығын жақсарту үшін ораза ұстау Аллаға құлшылық жасау емес. Адамның өз жеке басының мәселесін ойлағаны болады. Ниеті Алла разылығы үшін болса, сол ықыласына сай Алла тағала оның ауру сырқауына шипа береді. Рамазан айында кімге ораза тұтпауға рұқсат етіледі? Алыс сапарға жолға шыққан жолаушыға, ораза ұстаса ауруы асқынып кететін науқасқа, емізулі анаға және жүкті әйелге Рамазан оразасын тұтпаса болады. Ораза тұтпау рұқсат етілген кісілер ұстамаған оразасының қазасын өтейді ме? Иә, жолаушының сапары аяқталған соң, науқас жазылған соң, ана баласын емшектен шығарған соң және жүкті әйел босанып, нифас қанынан тазарған соң қазасын өтейді. Сапарда яки ауруына байланысты оразаны уақытында тұта алмай, Рамазаннан кейін де уақыты бола тұра тұтпаған адамға ажал келсе не істеу керек? Алладан кешірім тілеп, тәубе жасайды. Артында қалған ұрпақтарына тұтпаған ораза үшін әр күніне 2 мезгіл бір міскінді жарты сағат 2 килограмм бидай, ұн, талқан немесе 1 сағат 4 килограмм құрма немесе арпамен тамақтандыруды өсиет етеді. Рамазан айында есінен танған адамның үкімі қандай?
Рамазан айында ораза тұтуға ниет етіп, күндіз есінен танып қалса, бұл күннің қазасын өтеу парыз емес. Есінен тануы көпке созылса, айыққан соң кейінгі күндердің қазаларын өтейді. Рамазан айында жынды адамның ақылы кірсе не істейді? Қалғанын тұтып, өткен күндерінің қазасын өтейді. 2 күн қатарынан тоқтамай ауыз ашпастан ораза тұтуға бола ма? Жоқ, болмайды. Хадисте: ауыз ашпастан ораза ұстамаңдар. Кім-кім осылай істегісі келсе, таң алдында тамақ жесін деген. Оразаны бірнеше күн ғана ұстаса бола ма? Мысалы, басында 3 күн, аяғында 3 күн. Жоқ, олай ұстауға тыйым салынған. Салдаулы күндерде сендерден кім Рамазан айында болса, ораза ұстасын. Бақара сүресінің 183, 184, 185 аяттарынан. Ораза кезінде мені басқа қалаға іс сапарға жібереді. Сол кездері оразамды тоқтата тұрсам бола ма? Алла тағала сапардағы адамға оразасын тоқтатуға рұқсат берген. Тіпті ол адам сапарда ешқандай қиындық көрмесе де, алайда қаза болған оразаңызды өтейсіз. Ал біреу науқас не сапарда болса, басқа күндерде санын толтырсын. Алла тағала сендерге жеңілдік қалайды, ауырлық қаламайды. Бақара сүресінің 185 аяты. Рамазан айының қазасын үздіксіз түрде тұту керек пе? Үздіксіз тұту шарт емес. Қаласа бөліп, қаласа үздіксіз жалғастырып ұстайды. Іс сапарға шыққанда оразамды жалғастырып ұстай беруге бола ма? Иә, ұстай беруге болады. Хамза ибн Амр әл-Аслами былай деп сұрайды: Ей, Алланың елшісі, сапар кезінде ораза тұтуға күшімнің жететінін білемін. Егер ораза ұстар болсам, ол күнә болып саналады ма? Пайғамбарымыз: бұл Алла тағаланың берген жеңілдігі. Кім қаласа амал етсін, ал егер кімде-кім ораза ұстар болса, күнә болып саналмайды. Ораза кезінде сүндетке отырғызуға, той жасауға бола ма? Иә, ораза уақытында баланы сүндетке отырғызуға болады, тіпті той да жасай алады. Бірақ қонақтарға арналған дастарханды ауыз ашқаннан соң жайған жөн. Ораза кезінде спортпен шұғылдануға болады ма? Әрине болады. Дегенмен ораза кезінде ағзамыздың әлсіреп тұратындығын ескеру қажет. Мүмкіндігінше ораза кезінде үзіліс жасай тұрған дұрыс. Ораза уақытында сағыз шайнаса бола ма? Жоқ, болмайды. Сағыздың дәмінен тәтті сұйықтық бөлініп, асқазанға түсетіндіктен ораза бұзылады. Ораза кезінде крем жағуға бола ма? Терідегі ұсақ тесіктер арқылы ет пен терінің арасына сіңетін заттар оразаны бұзбайды. Мысалы, крем жағу, май жағу, судың ішінде ұзақ тұру, жараның бетіне дәрі таңу, тағы да басқа. Тек крем не майды жаққан кезде тым қалыңдатпаған жөн. Себебі қалың жағылған крем не май дәрет алғанда суды теріге жеткізбеуі мүмкін. Ал теріге су тимеген соң дәрет дұрыс болмайды. Рамазан айында әйел кісілерге боянуға, түрлі лак немесе жақпаларды қолдануға бола ма? Расында оразаны сырттан ішке кірген нәрселер бұзады. Сондықтан қолға, бетке жағылған түрлі жақпаларды, лак, тағы да басқа қолдану оразаға кедергі емес. Алайда аталмыш майлар, лактар су өткізбейтін болғандықтан құлшылық үшін алынатын дәреттен бұрын сүртіп не өшіру қажет болады. Көзге, құлаққа және мұрынға дәрі тамызу оразаны бұзады ма? Көзге дәрі тамызу оразаны бұзбайды, ал мұрынға және құлаққа дәрі тамызу оразаны бұзады. Демікпе аурумен, аллергиямен ауыратын кісілер тыныс жолдарын ашу үшін спрей қолданатын болса, және спрейді мұрынға шашқанда өңеш арқылы ішке кірмей мұрын қуысында не тыныс жолдарында қалатын болса, ораза бұзылмайды. Десе де оразаның бұзылу қаупі жоғары болғандықтан мүмкіндігінше сәресіне дейін не ауыз ашқаннан кейін дәрілерді қолданған дұрыс. Оразада тамаққа жіберіп алмай тіс пастасымен ауыз тазалауға бола ма? Тіс пастасын пайдалануға болады, алайда махрух болып есептеледі. Тіс пастасымен тісті тазалаған кезде оның дәмі толықтай ауыздан кетпейінше түкірікті жұтуға болмайды. Тіс пастасының асқазанға түсуі оразаны бұзады. Тазалап болған соң ішке су кетіп қалмауын қадағалай отырып, мұқият ауызды шайқау қажет. Тіс пастасының орнына сүннет болып табылатын месуакты қолданған абзал. Соңғы кездері тісім жиі қанап кете береді. Қанаған мезетте аузыма түкірігімді жинап түкіріп тастаймын, кейде ұмытып кетіп жұтып қоямын. Осындай жағдайда оразам бұзыла ма? Егер тіс қанаған жағдайда қанның көлеміне қаралады. Дәмі білінбейтіндей дәрежеде түкіріктен аз мөлшерде болса ораза бұзылмайды. Себебі мұндай жағдайдан сақтану қиын. Алайда қанның көлемі түкірікпен бірдей не одан көп болса және оны жұтатын болса ораза бұзылады. Кейін қазасын өтеу қажет болады. Сондықтан қолдан келгенше сақтанған жөн. Ораза кезінде күндіз шылым шегуге болады ма? Жоқ, болмайды. Шылым шегу оразаны бұзады. Оразада насыбайға рұқсат беріледі ме? Насыбайға да рұқсат берілмейді. Себебі ол есеңгіретушісі зат болып табылады. Сондай-ақ оразаны бұзады. Ораза кезінде шомылуға болады ма? Душ, ванна.
Иә, шомылуға болады, алайда қажет жағдайда ғана. Алла елшісі ораза кезінде ыстығын басу үшін тісін мисуакпен тазалап басына су құйған. Бірақ ауыздан және мұрыннан су кіріп кетпеуін қадағалау шарт. Себебі мұрыннан не ауыз қуысынан бір тамшы болса да су кірсе, ораза бұзылады. Ал ораза кезінде көлге, өзенге түспеген абзал. Себебі мұрыннан не ауыздан су кіріп кету қаупі жоғары. Сондықтан суға сүңгіп шомылу қауіпті. Қосымша ораза кезінде моншаға да баруға рұқсат болса да, адамды әлсірететіндіктен және буға кірген уақыт ішке су кіріп кету қаупі жоғары болғандықтан ораза уақытында моншаға да бармаған абзал. Ораза уақытында аузымды жай ғана шайқаса бола ма? Ораза кезінде ауыз қуысы мен мұрынды сумен шайқау оразаны бұзбайды. Егер суды жұтып қойған болса, ораза бұзылады. Бірақ сол күнгі оразаның қазасын өтейді. Хадисте: ораза кезінен тыс уақытта мұрныңды жақсылап шайқа, демек ауызбен мұрынды ғарғара етіп шаюға болмайды. Дәрет алып жатқанда байқамай тамақтан су кетіп қалса, ораза бұзыла ма? Ораза екендігін біле тұра тамағынан немесе мұрын қуысынан байқаусызда болса да су кірсе, оразасы бұзылып қазасын өтеуіне міндет болады. Алайда ақыры оразан бұзылды ғой деп ішіп жеуіне болмайды. Ораза уақытында тырнақ алып шаш кесуге бола ма? Тырнақ пен шаш алуға болады, оразаға кедергі емес. Ораза уақытында гүл сияқты хош иісті өсімдіктерді иіскеуге бола ма? Гүл, әтір сияқты хош иісті заттарды иіскеу оразаны бұзбайды. Сонымен қатар түрлі иіс суларды пайдалану да оразаны бұзбайды. Алайда темекі сияқты заттардың түтінін әдейі иіскеу оразаны бұзады. Ораза кезінде күндіз әйелімен жақындасып қойсам не болады? Рамазанда күндізгі уақытта әдейі жақындасқан жағдайда ерлі-зайыптылардың оразасы бұзылады. Оны өтеу үшін 2 ай арасын үзбей толық ораза ұстау парыз болады. Ал егер оған шамасы жетпесе, 60 міскінді тамақтандырады. Алайда ұмытып жақындасып қойған болса, ораза бұзылған болып саналмайды. Оразада ауыз ашқаннан соң ерлі-зайыптыларға жақындасуға бола ма? Иә, сендерге оразаның ішінде әйелдеріңе жақындасу халал етілді. Бақара сүресінің 187 аяты. Ораза кезінде әйеліңді, күйеуіңді құшақтап сүюге бола ма? Айша анамыз оразада пайғамбар жарларын құшақтап сүйетін еді, алайда ол өз-өзін сендердің кез келгендеріңнен мықты ұстайтын деген. Бұл жерде ескеретін жағдай, егер әйелін сүйгенде шәуәт бөлініп кетпейтініне және жыныстық қатынасқа түсіп кетпейтініне сенімді болса, сүюіне рұқсат. Сенімді болмаса сақтанған жөн. Ал баланы иіскеп сүюдің еш зөкеттігі жоқ. Ораза уақытында тамақтан жаңбыр тамшысы кірсе, ораза бұзылады ма? Егер еріксіз кірсе бұзылмайды, ал әдейі жұтатын болса, оразаны бұзылып, кафарат етуі шарт болады. Қандай ауру түрлері ораза ұстамауға негіз бола алады? Адам баласы әдетте шыдай алмайтындай деңгейде ауырса, не болмаса ауру адам ораза ұстап, оразасы өміріне қауіп төндіретіндей деңгейде болса, ораза ұстамауға негіз болады. Ауруынан айыққан соң әр күнге бір күн қазасын өтейді. Ораза кезінде тамырға немесе денеге ине укол егуге оразаны бұза ма? Егер ине егу арқылы адамның бойына жіберілетін дәрінің құрамында дәрумендер болып, немесе ол дәрі-дәрмек азық болып адам ағзасына қуат беретін болса, болмайды. Мұндай дәрі-дәрмекті ауызды ашқаннан кейін пайдаланған жөн. Ал енді ем үшін салынатын дәрі-дәрмектің құрамында дәрумен болмаса және ол адам ағзасына қуат бермесе, оразаны бұзбайды. Бірақ мүмкін болса, ауызашар уақытына дейін кешіктірген абзал. Қан алдыру немесе хиджама жасау оразаны бұза ма? Ораза кезінде түрлі себептермен денеден қан алдыру немесе емдік мақсатта хиджама алдыру оразаны бұзбайды. Дегенмен қан алдыру иммунитеттің әлсіреуіне, нәтижеде ораза бұзылуға мәжбүр болатындай қорқыныш болса, ораза кезінде қан алдыру махрух, яғни қан алдырмаған абзал деген ғалымдарымыз. Рамазан айында тіс ауырса, оны емдеуге бола ма? Егер тіс емдеу барысында тамақтан дәрі немесе сілекеймен бірге қан кіріп кетпеуін қадағаласа, тісін емдеуіне болады. Оразада түкірік жұтып қойса, ораза бұзылады ма? Түкірік жұту оразаны бұзбайды, алайда түкірікті әдейілеп жинап жұтуға болмайды. Тіс арасында қалған тамақты жұтса, оразасы бұзылады ма? Ноқаттың көлемінен кіші, яғни түкірікпен араласып, білінбейтіндей дәрежеде кіші болса, ораза бұзылмайды. Егер ноқат не бидайдың көлеміндей болып, оны жұтса, оразасы бұзылады. Астың дәмін көру оразаны бұзады ма? Тамақтың тұзын тексеру үшін тілінің ұшымен дәмін көріп кейін аузын шайып түкіріп жастаса, оразасы бұзылмайды. Десе де оразаны бұзатындай қауіпті болғандықтан мәжбүр болмайынша дәмін татпаған жөн.
Асқазанды тексеру үшін медициналық құралды пайдалану озон жұту оразаны бұзады ма? Егер ішке кіретін тарапы құрғақ болса, оразаны бұзылмайды. Ал егер ішке кіретін жағына мазь немесе сол секілді заттар жағылса, ораза бұзылады. Вагинальды ультрадыбысты зерттеу оразаны бұзады ма? Вагинальды ультрадыбыстық зерттеу құрылғысы сыртқы денеге де, қынап жолдарына да қолданылады. Сондықтан аталмыш құрылғыға түрлі жақпаларды қолданып, сыртқа пайдаланған жағдайда ораза бұзылмайды. Ал егер құрылғының басына жағылған түрлі жақпалар қынап арқылы ішке кіретін болса, ораза бұзылады. Сондықтан мүмкіндігінше сақ болған жөн. Жыныстық қатынас оразаны бұзады ма? Иә, бұзады. Себебі Абу Хурайрадан жеткен хадисте ораза кезінде әйелімен жыныстық қатынас құрған кісі осы жайында хабар бергенде пайғамбарымыз ол кісіге ол күннің кафаратын өтеуді бұйырған. Жүніп, ғұсылсыз адамға ораза ұстауға бола ма? Ораза дұрыс болу үшін ғұсыл шарт емес. Сол үшін адам ұйқысынан жүніп болып оянып, таң намазына дейін ғұсыл құйынып үлгере алмаса, оразаға ниет етеді де алдымен аузын бекітеді. Кейіннен таң намазын оқу үшін ғұсыл құйынады. Бірақ ғұсыл алғанда аузы мен мұрнына суды терең тартпайды. Ораза ұстаған адам күндіз ұйықтап, ихтилам, ұйықтағанда түс көріп, сұйықтық бөліну болса, оразаны бұзылады ма? Аузы берік адам күндіз ұйықтап, ихтилам болса, оразасы бұзылмайды. Бірақ ғұсыл алуы парыз. Бала босанған әйел ораза ұстаса болады ма? Босанған әйел нифас қаны тоқтағанға дейін оразаны ұстай алмайды. Нифас дегеніміз бала босанғаннан кейін келетін қан. Ол 40 күнге дейін созылуы мүмкін. Сондықтан бұл уақыттарда ораза ұстамай кейін қазасын өтейді. Бұл дініміздің әйел кісілерге арналған жеңілдігі. Рамазанда әйел кісі хайызынан таң намазына дейін тазарса не істейді? Егер әйел кісі Рамазан айында хайызынан таң намазының уақыты кіргенге дейін тазарса, ораза ұстау міндет болады. Яғни ниет етіп оразасын жалғастырады. Оразада әйел кісі хайызынан таң намазы кіргеннен кейін тазарса не істейді? Рамазан айында әйел кісі хайызынан таң намазы кіргеннен кейін тазарса, ораза ұстамайды. Алайда Рамазанның құрметі үшін әрі айналасындағы ауыз бекіткен адамдарға құрмет ретінде ас ішпегені абзал. Рамазаннан кейін сол күннің қазасын өтейді. Хайызды кешіктіру үшін әдейі дәрі ішкен әйелдің оразасының үкімі не? Егер әйел кісі хайызын кешіктіру үшін дәрі ішіп, хайызы келмей ораза ұстаса, оразасы дұрыс болып есептеледі. Алайда бұл әрекеті ағзасына зиян келтірмейтіндігіне сенімді болуы керек. Егер де денсаулығына зиян келтіру мүмкін деген күмән болса, бұлай жасамағаны абзал. Ораза кезінде етеккір келіп қалған жағдайда не істеу керек? Хайыз келген сәттен бастап ораза ұстауын тоқтатады. Бұл дініміздің әйел кісілерге арналған жеңілдігі. Дегенмен оразаның құрметі үшін ішіп жемегені абзал. Етеккір мерзімі аяқталғаннан соң әйел адамдар қаза болған күндерінің қазасын өтейді. Ораза кезінде емізулі сәбиі бар аналар не істесе болады? Ислам жеңілдік діні. Құранда Алла тағала ешкімге шамасынан тыс көтере алмайтын міндетті жүктемейді делінген. Бақара сүресінің 184 аяты. Сондықтан аяғы ауыр немесе емізулі баласы бар аналарға осы жеңілдік аясында ораза ұстамауларына болады. Бірақ кейін қазасын өтеуі шарт. Хадисте Алла тағала оразаны және намаздың жартысын жолаушыға жеңілдетті. Әрі ол аяғы ауыр немесе емізулі баласы бар әйелдерге оразаны жеңілдетті делінген. Егер ораза кезінде әлсіздікті сезінсе, оразаны бұза алады ма? Егер ауыз берік адамның оразаны жалғастыруы ауыр болып жатса, ол күндері оразаны тоқтата тұруға болады. Алайда жеңіл-желпі қиналғанға бола оразасын бұзуы дұрыс емес. Шын мәнінде өзін жайсыз сезініп, денсаулыққа қауіп төнер болса, аузын ашуға болады. Мысалы, дәрігердің айтуымен, Құранда, ол сендерге дінде қиындық қылған емес. Бақара сүресінің 78 аяты. Әлсіздікті сезініп, оразасын ашқан адам денсаулығы жақсарған соң, қаза болған күндерін өтеуі қажет. Қарт кісілер мен айықпас науқастардың оразасы қалай болады? Қарт кісілер мен айықпас дертке шалдыққандар ораза ұстаудан босатылады. Орнына фидия береді. Фидияны Рамазанның басында не оразадан кейін де беруге болады. Құранда мұндай кісілер бір міскіннің тамағын берсін деген. Әрбір күннің оразасы үшін бір кедейге таңертең кешке 2 мезгіл тоятындай 30 күн тамақтандырады. Сондай-ақ фидияның ақшасын кедейге беруіне де болады. Бұл үкім денсаулығының түзелуінен, үміт жоқ кісілер мен қарттығынан ораза ұстай алмайтындарға ғана жүреді. Фидия төлейтінде жағдайы жоқ бақыр болса, тәубе истихбар жасайды. Оразаның фидиясын бір кедейге ғана беруге болады ма? Рамазан оразасын ұстауға қауқары жетпейтін қарт немесе созылмалы аурумен ауыратын кісі бір міскіннің қарнын әр күнге 2 мезгіл тойдыру арқылы фидия төлемін өтеуі тиіс. Бір айдың фидиясын бір адамға да бірнеше адамға да бөліп беруге болады.
Ораза кезінде жүрегі айнып құсса, ораза бұзылады ма? Хадисте, кім еркінен құсып қойған болса, оразасының орнын толтырмайды, ал кімде-кім әдейілеп құсқан болса, сол күннің қазасын өтейді делінген. Демек, еріксіз құсса, оразасы бұзылмайды. Ғайбат айту, өсек тасу немесе біреуге тіл тигізу оразаны бұзады ма? Шариғатта біреудің сыртынан жамандап ғайбат айту, сөз тасу үлкен күнә, алайда оразаның өзін бұзбайды. Хадисте кімде-кім ораза ұстағанымен жаман әдеттерден тыйылмаса, оның оразасы бекер десе, басқа бір риуатта ораза тозақтың қалқаны, ғайбат айту арқылы бұзбайынша оны қорғайды деген сияқты хадистердің мағынасын ғалымдар бір ауыздан оразаның өзін бұзады деп түсінбеген. Оразаның сауабы кем болады деп түсіндірген. Демек, оразаның негізгі хикметтерінің бірі тек ішіп-жеуден ғана тыйылу емес. Сонымен қатар ғайбат, өсек, өтірік айту сияқты түрлі күнәлардан да тыйылу екендігін естен шығармаған жөн. Рамазанда балиғатқа толған бала яки мұсылман болған адам не істеуі қажет? Олар оразаның қалған күндерін тұтады. Өзге дін өкілі мұсылмандықты қабылдаған күнінің немесе баланың балиғатқа толған күнінің қазасын тұтуы керек пе? Жоқ, ол күннің қазасын тұту шарт емес. Ауызашар берудің сауабы қандай? Ауызашар беру сауабы мол амал. Бұл жөнінде хадисте ораза ұстаған адамды тамақтандырған, ауызашар берген, ораза ұстағанның сауабын алады, әрі ораза ұстаушының сауабын кемітілмейді деп сүйіншілеген. Қадір түні дегеніміз не? Қадір сөзі үкім түні мағынасын береді. Демек, қадір түні Алланың тағдырды үкім еткен түні. Құранда ол кеште барлық хикметті істер айырылады деген. Қатада бұл түнде келесі жыл істерінің тағдыры жазылады дейді. Қадір сөзінің тағы бір мағынасы абырой, бедел. Мұндай жоғары дәрежеге лайық болуының себебі бұл түннің салмағы 1000 айдан қайырлы. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы деп баяндалады. Рамазан келгенде Алла елшісі расында сендерге бұлай келді. Онда 1000 айдан да қайырлы бір түн бар. Сонда кім ол түні бейқамдық танытса, оның барлық игілігінен құр қалады. Ал оның барлық игілігінен тек нағыз мақұм адам ғана айырылып қалады деп сүйіншілеген. Ол түнде періштелердің түсінетіні рас па? Қадір сөзінің бір мағынасы сығылысу мағынасын береді. Осыған байланысты зерттеуші ғалымдар қадір сөзі тарылу мағынасында білдіреді деген жорамалдар жасаған. Өйткені бұл түні бүкіл періштелер жер бетіне түскеннен соң жердің тарылығынан сығылысады. Құранда періштелер және Жәбірәйіл періште осы түні Раббыларыңның рұқсатымен барлық іс үшін түседі дейді. Сол түнгі көктен түсетін періштелердің саны жердегі майда тастардан да көп болады. Пенденің әрбір жасаған дұғасына әмин деп тұрады. Қадір түнін қалай атап өтеді? Бұл күні жасалуы тиіс сауапты істерді былайша тізбектеуге болады. Намаз оқу, тағажуд намазын, қаза намаздарын және әртүрлі нәпіл намаздарды оқыған дұрыс. Хадисте кім-де-кім қадір түнінің қасиетіне сеніп, сауапқа кенелемін деген мақсатта түнін құлшылықпен өткізсе, онда оның өткен күнәлары кешіріледі деген. Құран оқу, Алладан кешірім тілеп, одан екі дүниемізде пайдасы тиетін нәрселер сұрау, дұға жасау, пікірлеу, Алланың ұлықтығына, исламның ұлықтығына, Құранның ұлықтығына ой жүгірту, айтылған уағыз насихаттарды көкейге түйу. Қадір түнінде қандай дұға жасаған абзал? Қадір түнінде адам кез келген дұғасын жасай алады. Қадір түні мұсылман баласы не тілесе де, Алла оның дұғасын қабыл ететін ерекше күн. Айша анамыз пайғамбарымыздан «Уа Алланың елшісі, қадір түнінде қандай дұға жасайын?» деп сұрағанда, ол кісі «Аллахума инака афуун карим, тухубул афуа фа анни». Алла тағалам, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, менің күнәларымды кешіре көр деп дұға етуге кеңес берді. Тарауих намазы қандай намаз? Тарауих намазы Рамазан айында оқылатын 20 рахаттық намаз. Үкімі сәннат мукаада, бекітілген сүннет. Пайғамбарымыз Алла тағала Рамазан айында оразаны парыз етті. Мен де тарауих намазын мұсылмандарға сүннет еттім. Шын иман және ықыласпен Рамазан оразасын ұстаған және тарауих намазын оқыған адам күнәдан, анадан, жаңа туған нәрестедей пәк болып тазарады деген. Тарауих сөзі тарауихта сөзінің көпше түрі, яғни аздаған демалу деген мағынаны білдіреді. Әр 4 рәкағаттан соң бір сәт демалған үшін осылай аталған. Үзірлі жағдаймен оқылмаған тарауих намазының қазасы өтелмейді. Әр 2 немесе 4 рәкағатта сәлем беріп оқылады. Әр 4 рәкағатта сәлем бергеннен соң демалу уақытында тарауих таспиғын айтса болады. Не болмаса зікір айтса, дұға етсе, тіпті үндемей отырса да болады. Тарауих намазы қалай оқылады? Әуелі құптан намазының 4 рәкағат парызы, сосын 2 рәкағат сүннеті, сосын 20 рәкағат тарауих намазы, сосын үтір уәжіп намазы оқылады. Жамағатпен тарауих намазын оқыған адам имамға құйып, соның үтір уәжіп намазы оқылады.
Жамағатпен тарауих намазын оқыған адам имамға ұйып, соның әрекеттерін қайталайды. Имандыққа шыққан адам немесе жеке оқыған адам мына реттілікпен тарауих намазын төмендегідей оқиды. Ниет еттім тарауих намазын оқу үшін, қараттым, жүзімді құбла тарапына нағыз Алла үшін иллахи таала деп 20 ракағаттық тарауих намазынан ниет ету. Аллаху акбар деп ифтитах такбірін айтып, қолдарды кеудеге қою. Оң қолы сол қолының үстіне келетін түрде қолдарын кеудесіне ұстап, субханака дұғасын айтады. Субханака Аллахума бихамдика ва табаракос мука ва таала жадука ва ала иллахи ойрук. Ағузу мен бисмилла дұғасын айтылады. Содан кейін Құрандағы Фатиха сүресі мен қосымша бір сүре оқылады. Аллаху акбар деп рукухқа барып 3 рет субхана роббил азим деп айтады. Самиаллаху лиман хамидах деп айтып рукухтан тұрады. Тік тұрғаннан кейін роббана ва лакал хамд дейді. Аллаху акбар деп сәждеге барып 3 рет субхана роббил аала деп айтады. Сәждеден басын көтеріп отырады. Аллаху акбар деп екінші сәждеге барып 3 рет субхана роббил аъла дейді. Аллаху акбар деп екінші ракатқа тұрып қолдарын байлап Фатиха мен қосымша бір сүре оқиды. Аллаху акбар деп рукухқа барып 3 рет субхана роббил азим деп айтады. Самиаллаху лиман хамидах деп айтып рукухтан тұрады. Тік тұрғаннан кейін роббана ва лакал хамд дейді. Аллаху акбар деп сәждеге барады да 3 рет субхана роббил аъла дейді. Сәждеден басын көтеріп отырады. Аллаху акбар деп екінші сәждеге барып 3 рет субхана роббил аъла дейді. Аллаху акбар деп сәждеден басын көтеріп тізерлеп отырады. Отырыста әт-тахият, Аллахума салли, Аллахума барик және Раббана дұғаларын оқиды. Соңында бірінші оң иыққа қарап ассаламу алейкум уа рахматуллах деп, сосын ол сол иыққа қарап дәл солай сәлем береді. Келесі 2 ракағатты да дәл осы рет бойынша оқиды. 2 рағатты толық оқып сәлем бергеннен кейін аздап тынығады. Осы арада тарауих таспихын айту ұнамды. Кім тарауих намазын әр 2 рағатта сәлем беріп емес, әр 4 рағатта сәлем беріп оқитын болса, алғашқы отырыста әт-тахият дұғасымен қоса Аллахума салли, Аллахума барик дұғасында айтуы керек. Және сәлем берместен Аллаху акбар деп 3-ші ракағатта тұрғанда оны сана, ағузу және бисмилламен бастап әрі қарай әдеттегі тәртіп бойынша оқиды. Тарауих намаздың уақыты қашан? Тарауих намаздың уақыты құптан намазы мен таң атудың аралығында. Құптаннан бұрын оқылған тарауих намазы саналмайды. Тарауих намазын оқудың ең абзал мезгілі түннің 3-ші бөлігі кіруден бұрын. Имам тарауих намазын оқып тұрған болса, кешігіп келген адам алдымен құптанның парызын оқып, кейін тарауих намазына тұрады. Бұл жағдайда құптан намазының сүннетін тарауих намазының отырыстары арасында оқыса болады. Оқымаса соңынан үтірден бұрын оқып алады. Мешітке бара алмаған жағдайда үйінде тарауих намазын оқуға да болады. Тарауих намазының таспихы қандай? Қазақша мағынасы: патшалық және мүліктер иесі Алла пәк. Үстемдік, ұлылық, құдірет, үлкендік және өктемдік иесі Алла пәк. Өлмейтін, мәңгі, тірі патшалардың патша Алла пәк. Өте пәк, тым кіршіксіз Раббымыз, әрі періштелердің Раббы, әрі Жәбірейілдің Раббы. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Алладан жарылқау тілеймін. Я бір Алла, сенен жәннат тілеймін және тозақ отынан сақта деп саған сыйынамын. Пітір садақа деген не және оның мақсаты қандай? Пітір оразаның қате кемшіліктерін толтыратын, Құдайға шүкіршілік ету үшін берілетін және кедейлерді қуантатын садақа. Хадисте Алла елшісі ораза ұстаған адамды ұнамсыз сөздер мен жағымсыз іс-әрекеттерден тазару, әрі кедейлерді тамақтандыру үшін пітір садақаны міндеттеді. Кім оны намаздан бұрын берсе, ол зекет болып қабылданады, ал намаздан кейін берсе, жай ғана садақа болып есептеледі деген. Пітір садақасын кімдер беруге міндетті? Ханафи мазхабы бойынша Рамазан айында мұсылман адамның өзі және отбасы үшін пітір садаққа беруі уәжіп. Оны қажеттілігін қоспағанда мал-мүлкі, дүниесі мен күміс нисабына 595 грамм жеткен адам беруі керек. Биылдағы күміс нисабы шамамен 120 мың теңге деп бекітілді.
Тұрмысы нашар, яғни артық мал-мүлкі нисап мөлшеріне жетпеген кісі пітір садақа беруге міндетті емес. Сауап үшін беріп жатса өз еркі. Алайда садақаны өзінен де жағдайы төмен адамға бергені дұрыс. Әйелі және үлкен балаларының жағдайлары жетіп тұрса, олар пітір садақаны өздері үшін береді. Ал олар үшін де пітір садақа берген адам әлбетте сауаптан құр қалмайды. Құрсақтағы баланың атынан да пітір садақасын беру керек пе? Ана құрсағындағы туылмаған бала анасымен бір адам ретінде саналғандық. Құрсақтағы баланың атынан пітір садақасы берілмейді. Пітір садақа қалай есептеледі? Пітір садақа 2 келі бидай, ұн, талқан тағы да басқа не мейізбен немесе 4 келі құрма не арпамен есептеледі. Дегенмен азық-түліктің орнына пітір садақаның құнын бергені абзал. Қазіргі таңда бидайдың өзі емес, ұн, талқан секілді оның өнімдері кең қолданылады. Сол себепті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы пітір садақаны ұнмен есептеуге пәтуа берді. Өйткені шариғатта бидаймен қатар оның өнімдерімен де пітір садақа беруге рұқсат етіледі. Сондықтан-ақ хадистегі бір сақ өлшем бірлігі 4 келі, жарты сақ 2 келі деп бекітілді. Пітір садақасы кімдерге берілуі тиіс? Пітір садақаны Құранда айтылған жағдайы жоқ жандарға, ештеңесі жоқ міскінге, зекет жинауға тағайындалған белгілі адамдарға, қарызға батқандарға, Алла жолында қызмет етіп жүрген азаматтарға, қаржылары бітіп жолда қалған жолаушыларға берсе, құба-құп. Әке-шешесіне, ата-әжесіне, әйеліне, өзінің ұл-қыздарына, олардан туған немерелеріне садақа беру дұрыс емес. Пітір садақаны алдымен бауырларына, туыстарына, ағайындарына, көршілеріне берген абзал. Одан артылып жатса немесе беретін жері болмаса, мешітке апарып берсе де болады. Бұл үрдіс бізде бұрыннан қалыптасқан. Мешіт оны мұқтаж жандарға үлестіреді және дін жолында пайдаланады. Айт мейрамдары жайлы айтсаңыз. Айт мұсылмандардың ұлы мейрамы. Ислам дінінде 2 айт мейрамы бар. Ол ораза айт және құрбан айт деп аталады. Ораза айт 30 күн ораза біткеннен кейін Шәуәл айының 1-ші күні таңертең айт намазын оқумен басталып, халық арасында қалыптасқан дәстүр бойынша 3 күнге дейін дастархан жайылып, айттаумен жалғасын табады. Айт намазына дейін әлеуметтік жағдайлары төмен отбасыларының да мереке күндері дастархан жайып халықпен бірге қуанулары үшін пітір садақалары таратылады. Араздасқандар татуласады, ал құрбан айт 4 күнге жалғасады. Айт намазы оқылған соң Алланың разылығы үшін ұлы құлшылық болған құрбан шалу рәсімі жалғасады. Мерекелік дастархандар жайылып, халық құрбандық еттерінен дәм татады. Ораза айт күні қандай амалдар жасалады? Ораза айт күні айт намазына дейін пітір садақасын әлі бермегендер болса, пітір садақасын беріп үлгеруі тиіс. Намазға шығар алдында құрма жеп, тәкбір, Аллаху акбар айтып мешітке барады, айт намазын оқиды. Жаңа киім киіп, ғұсыл құйынып, әтірленіп, қуаныш пен шаттыққа көрсетіп, мұсылмандар бір-бірін құттықтайды. Ораза айт кезінде мерекелік дастархан жасап, туыстар мен дос-жарандары қонақ етеді. Ораза айт мерекесі күні сәрісіге тұрып, ауыз бекіту қажет пе? Мұсылмандар арасында ораза айт намазына барарда әдеттегідей сәресі ішіп, ауызды бекітіп бару керек деген ұғым кең тараған. Алайда айт күні Рамазандағыдай сәресі ішудің қажеті жоқ. Шариғатымызда мұндай міндет жоқ. Тек айт намазына шығарда тақсанды. Тақ 1, 3, 5, 7 құрма жеп шығу пайғамбарымыздың сүннеті болып табылады. Айт күндері ораза ұстауға болады ма? Ораза айттың 1-ші күні және құрбан айттың 1-ші және одан кейінгі 3 күні, яғни ташриқ күндері ораза ұстауға тыйым салынады. Себебі қуаныш пен шаттыққа толы бұл қос мейрамда мұсылмандар көтеріңкі көңіл күймен мерекеге тән жарасымды да сауапты амалдар жасаумен өткізеді. Ал оразаның қазасын айттан кейін кез келген күні келесі жылдың ораза айына дейін өтеуге болады. Рамазаннан соң келетін нәпіл оразаны қалай ұстайды? Хадисте кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса 1 жыл ораза ұстағандай болады деп сүйіншілеген. Бұл оразаны Шәуәл айында бөліп ұстауға болады, сол секілді бірден арасын үзбей ұстауына да болады. Бірінші қаза оразаны ұстайды ма, әлде Шәуәлдің оразасын ұстайды ма? Рамазанда түрлі себептермен кей күндерін қаза етіп алған адам Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де сонымен бірге Шәуәлдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Дегенмен Рамазан оразасын толығымен ұстау Алла тағаланың бұйрығы екенін ескерген жөн. Ал Шәуәл айында 6 күн ораза тұту пайғамбарымыздың сүннеті болғандықтан алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Себебі адамның белгіленген ажалы айтпай келгендіктен алдымен парыз оразаның қазасын толық өтеп, нәпіл оразаны одан кейін ұстаған дұрыс.
Бұған қоса жоғарыда келтірілген хадисте Рамазан оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса делінген ескерсек, әуелі Рамазанның қазасын өтеудің абзалдығын ұғамыз. Зекет деген не? Зекет араб тілінен енген сөз. Бұл сөздің тілдік мағынасы көбею, өсу, тазару дегенді білдіреді. Құранда расында өз нәпсісін тазартқан кісі тозақ азабынан құтылды деп зекет берудің тазару мағынасында қолданылғандығы бұған дәлел. Ал зекеттің шариғаттағы терминдік мағынасы нисаб көлеміне жететін дәулеті бар мұсылманның Алла разылығы үшін байлығының бір бөлігін шариғатқа сай жылына бір мәрте Құранда көрсетілген топтағы адамдарға беру дегенді білдіреді. Не үшін зекетті Рамазан айында берген абзал? Хадисте Рамазан айына қатысты адам баласының барлық игі істерінің сауабы артады. Әрбір жақсылыққа 10 еседен 700 есеге дейін сауап жазылады делінген. Демек, өзге айларға қарағанда бұл ай сауаптар еселеніп жазылынатын игілікке толы ай болғандықтан ислам ғалымдары осы айда берген абзал деген тұжырымдама жасаған. Десе де зекет парызын өтеу үшін белгілі бір ай немесе күн бекіту міндетті емес. Ең басты зекет парыз болу үшін нисап мөлшеріндегі байлығына 1 жыл толған болуы керек. Алайда 1 жыл толмаса да алдын ала беруіне рұқсат.